Мына туды ұстап тұрғандар 32 жылға аштықта қырылған, 37 жылға репрессияға ұшырған, отан соғысында қаза болған қазақ азаматтарының ұрпақтарымыз. Біз соларды жоқтап келіп отырмыз. Біз солардың аруағына Құран бағыштау үшін келіп, сол ұрпақтар өсірге жиналып отырмыз. Енді тағы бір қоса кетерім. Анау большевиктер билікке келгеннен бастап Лениннің өзінің қызыл террор деген атақты шығармасы бар ғой. Олар ашықтан ашық қырып жоюды бастады. Әсіресе қазақ халқына және Украин халықтарына өте ауыр тиді. Миллиондап қырды бізді. Енді сонымен өтіп кетті деп ойласа, қазақтар қатты қателеседі. Қазір репрессия толығыменен жүріп жатыр. Баяғы НКВД тек аты өзгергені болмаса, түк заты өзгерген жоқ. Сол репрессия, түрме толған саяси тұтқындар, Әйгерім деген керемет қазақтың батыр журналист қызы түрмеге тоғытылды, еш жазығы жоқ. Марат Жыланбаев деген қазақты бүкіл әлемге танытқан біздің бетке ұстар азаматымыз түрмеге тоғытылды. Сондағы бар кінәсі біздің партиямызды тіркедегені. Сол үшін жазықты болып, жала жабылып, түрмеге тоғытылды. Ал енді мынау күні кеше ғана осы Тоқаев пен Назарбаевтың құрған жүйесінің құрбаны болған Арон Атабекті баршаңыз білесіздер. Осы заманның репрессияға ұшыраған батыры. Осы сияқты Айдос Садықов, ұмытып кетпейік, Айдос Садықов деген керемет азаматымыз міне күні кеше ғана ашықтан ашық киімдер жалдалып, осы билік атып өлтіріп тастады.